Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін самсаның бір түрін дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет. Қанша грамм маждарын бәрін астына жазып кетемін. Ұнға құрғақ заттарымызды саламыз. Дрожь, разогретель, қант, тұз. Араластырып аламыз. Енді осыған жылы сүтімізді қосамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Енді жұмсақ қамыр елейміз. Қыздар, мынандай жұмсақ қамыр елейміз. Бұны 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Қыздар, біздің самсамызға ет пен пиязды суы кеткенше шамалы қуырып тұрып аламыз. Самсамыздың шалмасы. Қыздар, міне суы тартылғанша қуырып алдық. Фарш пен пиязымызды самсақ қоссаңыздар да болады. Тұз, бұрыш, қалауыңызша. Қыздар, самсамызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Менде мына жерде 73 граммнан. Мен 4 адамға. Мен сіздерге көрсету болғасын. Ал көптеу рецепті жазып кетем. Мен тек бүгін көрсетем. Жасайтын болғасын осындай кішкене ғана алдым. Мынандай домалақтап аламыз да жұқа қылып жаямыз. Мен де мына жерде жүгері крахмалымен ұн араластырып қойдым. Соны көптеу қылып жабамыз. Енді осы 2 қамыр бірге, немесе 3 қамыр бірге жаюға болады. Бұлай, уақытты тездету үшін. Қыздар, мынандай жұқалық жайып алдық. Көрдіңіз ба, мен саусағым көрініп тұр. Енді ортасына май жақтым. Сұйық май жақтым. Енді начинкамызды саламыз. Бірінші картошканы саламыз. Жоқ, көрдіңіздер, мен шатастым. Мына май бар сторонына аударып аламыз. Сосын картошкамызды саламыз. Картошканың үстіне етімізді саламыз. Етіміздің үстіне теркіден өткізген сырымызды саламыз. Сосын былай жинаймыз. Былай домалақтап. Енді осы домалақты былай түйеміз. Духовкаға қойырда еріген сармайды үстіне жағамыз. Қыздар, жаңа 3 қабаттап бірден жайдым ғой, міне, қараңыздар. Осындай көлем болғанша жаямыз да, ары қарай уже бөлек-бөлек жаямыз. Өйткені жұқа жаюымыз керек біз. Қыздар, міне, сармай жағып бетіне духовкаға салып 200 градуста